Мынау қазақ деген халық қонақжай деп біздің миымызға құйып тастағанда әбденше, әңгіме жоқ. Қазақ үшін қонақжайлық деген қанда бар нәрсе. Бірақ осы қонақжайлық деген дүниені кейбір адамдар дұрыс түсінбейтін сияқты. Расын айтқанда қараңыздар достар, қонақжайлық деген кім көрінгенде үйіңе кіргізіп алды, соған ақыл айтқыз, немесе жаңағыдай білгенін істеткіз деген сөз емес. Мысалға, қонақжайлық деген бұл қазақтың өзінің ұят, дәстүр, мәдениет деген дүниелері сақталған дүние да, ақиқатын айтқанда. Мысалға, адам баласы үйге кірер кезде бірінші, есікті сырттан келе жатып амандасып бергенде, мысалға, табалдырықтан аттамай тұрып, яғни сенің үйіңде болып жатқан дүниеге араласпау үшін, өзінің келе жатқанын көрсету үшін да, мен келе жатырмын деген сияқты. Мысалға, сол кезде үйдің иесі шығып, қарсы алып, үйіне төріне отырғызған. Бұл қазақтың өзінің кәдімгі салт дәстүрі, мәдениеті. Одан қалды, жаңағыдай үйіңе кіргізіп алып, жаңағыдай отбасыңда болып жатқан жағдайға араластыр деген әңгіме емес. Келмей жатып, керісінше, қазақта келмей жатып төр менікі деме деген сөз бар да, біріншіден. Және қазіргі таңда мынандай дүние қалыптасқан ғой, үлкенді сыйла, жасын сыйла деген. Жасын сыйлау, үлкенді сыйлау деген дүние қазақта бар, сөз жоқ. Бірақ ол жаңағыдай үлкендер отырып ап жастардың бәрін сынай беру керек деген оларға ешқандай құқық бермейді. Ақиқатын айтқанда жастарды керісінше өзінің тәлім тәрбиесімен, көрген дүниесімен, өнегесімен алға қарай ұмтылдыру. Осы үлкендердің мақсаты. Осындай дүниелерді қазақ халқының мәдениетіне бағзы заманнан сіңіргенде, және қазақ халқы сол дүниені ұстап қалған. Бірақ үлкен өкінішке орай қазіргі таңда көбісі осындай дүниені білмей жүр. Қонақжайлық деген енді сыртынан бар да, оларда ішкі дүниесіне келсең жоқ. Олар ойлайды, любой үйге барам, сол үйде қонақпын, мне все можно деп ойлайды да. Ойыма келген нәрсені істеймін, төріне шығып аламда ақыл айтам, жастарын сынайым, анау-мынау деген сияқты. Бұл қазақ үшін өте жат дүние. Сондықтан ағайын тек сөзбен ғана емес, шынымен мәнісінде ол әңгіменің төркіні қайда жатыр, соны зерттеп білуге тырысайықшы.